болсын барша футбол сүйер қауым. Бізде достар Абай облысының футзалдан бірінші кубогы және де Жоламан Холланд ертіс командалары өзара топтық кезеңде жеңімпазды анықтайтын болады. Жерде топ сыртына шықты, ал айып соққысы. Бірден ой. 22-ші нөмірлі ертіс командасының ойыншысы гол салды. Профессионалды тұрғыда, үлкен футболда контракт бар. Алтай статусында ойнайтын жас ойыншы. Бірде-бір достар 14-ші нөмірлі Жоламан Холланд ойыншысы тез арада есепті теңестірді. Бірінші гол стандарттан салынған болса, Жоламан Холланд командасының жолы ойыннан салынды. Дәл қазір өнер көрсетіп жатқан 4-дің ішінде 3 ойыншы профессионал тұрғыда контрактысы бар. Алтай футбол клубының ойыншылары. Бірақ бұл футзалға еш қатысы жоқ. Өйткені футзал футболмен салыстырғанда жеке спорт ретінде саналады. Және де 14 нөмірлі Жоламан Холланд ойыншысы екінші голдың авторы атанды.
назад. Доп жолама қолын командасының да. Bu yerде ayıp soqqusi. Және де қақпашы тамаша қайтарды. Голдар бойынша 3-те 2. 3 фол. Ертіс командасында 2 фол. Есеп 3-те 2-де 1. Играть. Я вижу, где чувак остался. Нет. Ау. Это чувак остался. 4-те 2. Голдар бойынша. Полон командасында достар 5-ші фол. Бірінші жартысының 11 минут артта. Тайм-аут. Ойын жалғасуда.
тамаша мүмкіндік болған болады ертіс командалары ойыншыларында. Жоламан ойыншысы соңғы уақытта көрді. Қақпадан қиыс. Есеп 2-1. Дома отырғызды. Қарта шабуы. Тамаша жерде жатып тұрып тосқауыл болды соңғыға ертіс ойыншысы. Oyuncuları ойынның бірінші жартысына 3 минуттай уақыт қалды аяқталуына. Есеп 2-1. Бастапқы 5 минутта салынған голдардан кейін әзірше гол болған жоқ. Тамаша сотқа бөгет болды. Қорғаныстағы ойыншы бұрыштама. Тағы да бұрыштамада. Ойынның бірінші таймы аяқталды. Есеп 2-1. Ойын жалғасуда. Ойын екінші жартысы. Қолдар 5-3 қолдар болған болады. Ол қолдар 0-ге ауысты. Ал есеп 2-1 болып қалды.
1 dostlar. шабуылда ойыншы сәл допқа үлгермеді, допта сәл көтеріліп кетті, бірақ аяғын бүк қойса гол болатындай болған. Жер тамаша кездесті, қақпашымен
ережесін бұзған ойыншы сары қағаз ескерту алды. Tovets komandasının oyuncularında time out. Oyun жалғасуда. Bu жерде доп. Ойын ережесі бұзылған болатын. Жоламахов командасы соққа бағыттайтын болады. Ертіс қақпасына. Бақтаған, бірақ қақпадан қиыс кетті, және де біреудің аяғына киіп кеткенге ұқсайды. Сондықтан бұршамада беріледі, және де 7-ші нөмірлі Жоламахов ойыншысы сары қағаз алды. Хоккей сыграл.
komandasidan to'p outga ketdi. Qahbashi to'pda o'z golini oldi. Bu yerda to'p outdan Ro'mahon komandasidan Tamasha esep 17 nomerli Ertis o'yinchisi Ro'mahon o'rtadan to'pni o'yinga qo'sadi. Tağda bir gol soğup dubl жасады бұл ойында. Есеп теңесті. Фолдар бойынша да есеп тең 3-3. Есепте 3-3. Ойын ұзатысуде. Тамаша қақпашы бұл жерде топты бұрыштамаға жіберді. Қақпашы бұл жерде тағы да өз қақпасы қорғай білді. Бұрыштама. Тағы да бұрыштама. Жоламында арта шабуыл 3-2, бірақ бұл жерде 3 қорғаныстан ойыншыдан өте алмады. Ертіс командасының ойыншылары артқа қарай қайтарылды. Және де топ ойында ойынның бітуінде достар 2 минуттай уақыт қалды. Тамаша соққы ақтап көрді. Тағы бір қауіпті соққы. Және де Жоламахон командасы 5-ші ойыншыны қосуда.
9 нөмірлі Жоламан Холланд командасының ойыншысы бұл голдың авторы. Ayıp sokusun baktaydı. Uçlama. Oyun ayaktaldı. Және де 4-3 есебімен бұл тартысты кездесуде Жоламан Холланд командасы жеңіске жетті.